Қазіргі таңда мына мошенниктерді ұстауға өте оңай жолдары бар. Жасанды интеллект бар, я бәрі айтады, ойбай, жасанды интеллектпен мошенниктер бәрін алдап жатыр дейді. Сонда мынау не? Біздің адамдар болсын, нелер болсын, биліктегілер осы енгізіп отырған, біздің мемлекетті ғана айтпаймын, басқа мемлекеттерде де айтам, соны енгізіп отырған мынау жасанды интеллектті соны қадағалай алмайды деп ойлайсыздар ма? Әлде біреуге сол керек болып отыр ма? Сол жасанды интеллекттен де сұрауға болады. Мынау исходящий номер кім, қалай деп. Соны ұстап бер бізге, қай жерде отыр, қай пәтерде отыр десең де соның бәрін IP адресімен қай жерде отырғанына дейін жасанды интеллект мынау неден қарағанда, оперлардан қарағанда тез тауып алады. Сол үшін де бізге қазір ойлаймын, мынау МВД системасына бізге нелер керек? Айтишник оперлар керек, жасанды интеллекттермен істей алатын. Ондай оперлар бар да шығар, онысын білмеймін қазір. Өйткені заман өзгеріп жатыр, баяғыда ондайлар жоқ еді. Жай айтишниктер болған, компьютерларды қарап жүретін, нететін, сондай неше түрлі шаблондар жасайтын айтишниктер болған. Қазір сол жасанды интеллекттермен жасай алатын айтишниктер керек біздің заманда. Сол жасанды интеллектпен істей алатын айтишниктер болса, олар көп қой. Солар МВД ішінде болса, сол мошенниктерді мен ойлаймын, тез ұстайды деп, тез ұстайды. Қалай деп ойлайсыздар өздеріңіз?